Баршаңызға сәлем, пайдалы кеңестер арнасының көрермендері. Бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз 2 күнде 5 кг салмақ тастау. Арықтау қыз-келіншектердің басты проблемаларының бірі. Одан шығар жол да біреу ғана, ол диета. Бүгін ең жылдам әсер ететін әрі өте аз уақытқа арналған лимон диетасын ұсынбақпыз. Былайша айтқанда, аталмыш диета сиқырлы таяқша сияқты. Қолыңызбен бір сермеп жіберсеңіз, 2 күнде 5 келі салмақтан арыласыз. Керемет нәтижеге қол жеткізесіз. Лимонның адам ағзасына пайдасын айтпасақ та көпшілік біледі. Оның құрамы артық маймен күресуге көмектесетін С дәруменіне бай екені белгілі. Сонымен қатар лимонда диета кезінде жиналып қалған шлактар мен токсиндерді айдап шығаратын қасиет бар. 2 күнде тек лимон қосылған сусынды ғана ішу ұсынылады. Егер күш-жігерлеріңіздің жететініне сенімді болсаңыз, лимон диетасын соңына дейін жеткізе аласыз. Керісінше болған жағдайда сізден түк те шықпайды, арықтай алмайсыз. Ендеше осындай керемет қасиеті бар сусынды дайындап алайық. 7 дана лимон шырынын сығып алыңыз, оған 1 ас қасық бал мен 1 шай қасық ащы қызыл бұрыш қосыңыз. Сосын жақсылап араластырып, 1,5 литр қайнаған су құясыз. Семіздікпен қош айтыстыратын, ағзаны сергітетін сусын дайын болады. Күні бойы тек осы сусынды ішкен жөн. Есте сақтаңыз, мұндай диетаны тек 2 күнге дейін ғана жалғастыру рұқсат етілген. Мамандардың пікірінше, одан ұзаққа созылатын болса, ағза стресске бой алдырып, қатты әлсіреп қалу қаупі бар. Бал мен лимон диетасы. 2 күнде 5 келі салмақ тастататын лимон диетасының бұл түрі алғашқысына қарағанда сәл ғана жеңілдеу деп айтуға болады. Жоғарыда келтірілген ем-дәмнің ащы қызыл бұрыш қосылатын түрін ұсынған болатынбыз. Егер сіз ащыны ұнатпайтын болсаңыз, тап осы диетаны ұстауға болады. Ол үшін 15 дана лимонның шырынын сығып, 3 литр қайнаған сумен 70 грамм балмен араластырасыз. Барлығын жақсылап араластырып, бал мен лимон суын күні бойы ішесіз. Бұл 1 күнге жететін сусын. Диета холестериннің төмендеуіне, ағзаның шлактан, токсиннен тазаруына көмектеседі. Лимон диетасын мынадай жағдайларда ұстамаған дұрыс. Асқазан ішек аурулары мазаласа, цитрусты жемістерге аллергияңыз болса, бүйректе тас болған деген диагноз қойылса, 2 күндік диетаны ұмытуға тура келеді. Өйткені денсаулық арықтаудан да маңызды. Сіздермен болған пайдалы кеңестер арнасы. Осы ақпаратын сіздерге ұнаса, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.